Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Қалай, жақсысыздар ма? Мәуліт айы кірді. Мәуліт айы мұбарак болсын. Мәуліт айында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға қиямет күнінде көрші болатындай жақсы амалдар жасауды Алла тағала нәсіп етсін сіз бен бізге. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям мынандай бір хадисі бар. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. Риwayat Абул Аббас Сахл ибн Саад ас-Саади радиаллаху анхудан, Алла ол кісіге разы болсын. Бұлай дейді, бір кісі кеп Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға бұлай деп сұрады: Я Расулаллах, о Алланың елшісі, маған бір амал айтыңызшы, бір іс айтыңызшы жасайтын. Сол істі жасағанда Алла мені жақсы көрсін, адамдар да жақсы көрсін. Фақал: изхад фи дуния юхиббак Аллах. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям оған қарап: дүниеге еш қызықпа, Алла сені сүйеді. Уазхад фима айндан нас юхиббакан нас. Адамдардың қолындағыға еш қызықпа, адамдар сені жақсы көреді. Хадисун хасан раваху ибн Маджа ва гайруху би асанид хасана. Бұл хадисті риуаят еткен имам ибн Маджа және басқа да имамдарымыз. Алла олардың барлығын рахымына бөлесін. Бұл хадис ғалымдарымыз өте үлкен мән берген хадистердің бірі. Хадисті әркім әрқалай түсінген ғалымдарымыз да бар. Ең әуелгісі зухд деген сөз бар. Зухд. Бұл зухд деп біз қазақшаға неге аударып отырмыз? Дүниеге қызықпау деп аударып отырмыз. Бұл хадиске мән беріп қарасаңыз, хадистің мазмұнында екі үлкен не бар? Өсиет бар. Біреу дүниеге еш қызықпау, екіншісі адамдардың қолындағыға еш қызықпау. Егер бұны атқара алсақ, сіз бен біз Аллады сүйетін, адамдарды жақсы көретін, жақсы мұсылмандардың қатарына кіреміз. Бірінші өсиетке келетін болсақ, Алла тағаланың Құран кәрімде аяттары өте көп. Мәселе мынандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бәл ту'сируна ад-дуnya хаятал-дуnya. Бәл ту'сируна ал-хаятад-дуnya. Вал-ахирату хайру ва абқа. Сендер керісінше дүние өмірін ақыреттен артық көресіңдер. Ақырет, ал негізінде ақырет сендер үшін хайырлы және сауабы бақилық. Бақилық. Басқа бір аятында Алла тағала былай дейді: Туридуна арадад дуния валлаху юридул ахира. Сендер дүниелікті қалайсыңдар, Алла ақыретті қалайды. Осы секілді Құран кәрімде бірнеше аяттар бар. Бір қараған адамға не секілді? Дүние жақсы зат емес. Солай ма? Себебі иманы толық орнықпаған кісі әрдайым не қылып тұрады? Әрдайым дүниеге көңіл, ықылас бөліп тұрады. Құран кәрімде бұған қатысты аят өте көп. Мәселен, мынандай бір аят бар. Алла тағала Қарун жайында айтады. Қарун. Мұса пайғамбардың кезінде бір үлкен бай өмір сүрген Қарун деген. Біздің қазақ тіліндегі, қазақ фольклорындағы Қарынбай бар ғой? Қарынбай деген сол осы Құрандағы Қарун айтылған. Алла тағала ол жайында былай дейді: Фахараджа аля қаумихи фи зинатихи. Ол өзінің қауымының алдына шықты Қарун. Әсем киініп, жақсы кейіппен шықты. Қала аллазина юридуна ал-хаята ад-дуnya я лайта лана мисла ма утия Қарун. Иннаху лазу хаззин азим. Оны
дүниелік өмірді қалағандар бар ғой, оны көрген бетте айтты, шіркін-ай, бізге де осындай нәсіп болса ғой деді. Шынында Қарун үлкен нәсіп иесі екен деп айтып қалды дейді. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ал ғылым берілгендер, ақиқатты түсінгендер айтты дейді, Құдай сендердің төбелерінен ұрсын. Алланың қияметте иман келтіріп, салих амалдар жасағандарға беретін сауабы одан хайырлы. Бірақ бұл ақиқат тек қана сабыр еткендер ғана түсінеді. Алла тағаланың бұл аяты бұндай, дүниенің дүние жайында аят көп. Басқа бір риуаятта хадистерден келтіретін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір күні базардың ішімен өткен екен. Адамдар жан-жағынан қоршап, қаумалап келе жатқан. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолдың шетінде құлағы құлағы шұнақ бір өліп жатқан лақтың тұсынан өткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі лақты алып, құлағынан сүйреп, былай деген елдің алдына шығып, мынаны бір дирхамға кім алады деген. Жәнде тұрған адамдардың бәрі айтқан, бұны біз бір дирхам түгіл, еш нәрсеге алмаймыз бұны. Бір дирхам несі бұны? Тегін алмаймыз бұны. Бұл бізге қажет емес бұны. Біз оны не қыламыз оны? Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, осы лақтың сендерге бұйырғанын қалайсыңдар ма деген. Сендерге болуын қалайсыңдар ма? Адам айтқан, уаллахи, мына лақ тірі болған күннің өзінде айып болар еді бұны алу. Себебі шұнақ. Құлағы жоқты шұнақ дейді, қазақша айтайық. Кейбіреулер түсінбей жатқан жоқ, шұнақ деген не екен? Құлағы жоқ. Себебі бұл шұнақ. Тірі кезінде алсақ та айыпты бұл мал. Себебі құлағы жоқ, құлағы шұнақ. Бұл тағы оның үстіне не қалған? Өліп қалған бұл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам содан кейін қарап айтқан, уаллахи деген, дүние бар ғой, Алланың құзырында осы лақтан арзан деген. Ешқандай қадір қасиет жоқ деген. Мына лақты қалай сендер не қылып тұрсыңдар? Менсінбей қарамай жек көріп тұрсыңдар? Ешқандай сендер үшін қадір қасиеті жоқ. Дәл сол секілді Алла тағаланың құзырында да дүниенің ешбір қадір қасиеті жоқ. Басқа бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер мына дүние дейді, масаның қанатындай Алланың құзырында қадірлі болса, Алла өзіне иман келтірмеген кәпір адамға бір жұтым су ішкізбес еді. Егер сондай бір қадір болса. Дүниеге қызықпау деген сөз не? Дүниеге қызықпау деген сөз, дүниеге ден сырт айналу деп түсініп жатады біреулер. Олай емес. Мына нәрсені ұмытпаңыздар. Бір үлкен мәселе бар. Алла тағаланың пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөздерінен дүниені жамандаған сөздер бар, осындай риуаяттар. Мына риуаяттар нені көрсетеді? Дүниенің ешбір қадір қасиеті жоқ екендігін көрсетеді. Бірақ бұл дүние деп Алланың меңзеп жатқаны, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның айтып жатқандығы мына байтақ жер емес, ағып жатқан өзен емес, асқар биік таулар емес. Себебі бұлар Алланың бізге берген несі? Нығметі. Дүние дегенде оны меңзеп тұрған жоқ Алла. Ол Алланың құлдарына берген үлкен бір нығмет. Алла тағала дүние деп біз бетінде өмір сүріп жатқан жерді де меңзеп жатқан жоқ. Жердің не кінәсі бар? Жердің қойнауындағы байлықтардың не кінәсі бар? Ол емес дүние деп меңзеп жатқан. Дүние деп меңзеп жатқандығы ғалымдарымыздың айтуы бойынша мына дүниеде адамдардың жасап жатқан іс әрекеттері. Түсіндіңіз ба? Адамдардың несі?
жасап жатқан іс әрекеті дүниедегі. Сол үшін дүниедегі тірлікке, тіршілікке қызықпа деп айтып жатыр. Адамдардың теріс іс әрекетіне қызықпа. Мәселен, бұл қалай болуы мүмкін? Бұның жолдары өте көп. Мәселен, біреу дүние үшін біреумен жауласады. Рас па? Біреу дүние үшін біреумен дос болады. Рас па? Біреу дүние үшін біреуді өлтіреді. Рас па? Біреу дүние үшін біреуді сатады. Рас па? Алланың, пайғамбардың меңзеп жатқандығы осы дүние. Мен қазір айтып жатқан нәрсе. Түсіндіңіз ба? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі кісіге не деген? Сен дүниеге еш қызықпа, Алла сені жақсы көреді. Себебі адамның жүрегінде екі нәрсе сыймайды, бір нәрсе болады. Адамның жүрегінде не болу керек? Аллаға деген махаббат, пайғамбарға деген махаббат болу керек. Онымен бірге қосымша тағы да дүние махаббаты сыймайды. Барлығы бір жерде тұрмайды, себебі екеуі бір-біріне қайшы нәрсе. Мүлдем бір-біріне қайшы дүниелер. Екеуінің бір жерде болуы мүмкін емес. Ғалымдарымыз дүниеге еш қызықпауға мынандай деген бір анықтама берген. Юнус ибн Масира деген ғалымымыз былай деп айтқан. Дүниеге қызықпау деген сөз адалды арам деп айту емес. Немесе малды қалай болса солай шашу емес. Дүниеге еш қызықпау деген сөз өз қолыңдағыдан гөрі Алланың рыздығынан, Алланың рыздығына деген сеніміңнің мол болуы. Түсіндіңіз ба? Мысалы, сенің қолыңда не бар? Әжептәуір ақшаң бар. Бар ғой, тығып қойған ақшаларымыз болады. Ертең керек болып қалады, анау болып қалады, мынау болып қалады. Соған деген сеніміңнің гөрі Аллаға деген сенімің артық болу керек. Сол дүниеге қызықпау деген. Екіншісі, басыңа қайғы келсін, қуаныш келсін, екеуінің бірдей болуы сен үшін. Үшіншісі, сені мақтап жатқан адамда, даттап жатқан адамда сен үшін тең болуы керек. Дедік бір, Алланың өзіңнің қолыңдағыдан гөрі Алланың рызығына, Алланың мүлкіне деген сенімің артық болуы. Екіншісі, басыңа қайғы келсін, қуаныш келсін, сен үшін бірдей болуы. Үшіншісі, сені мақтағанда, даттағанда, жақтағанда, сатқанда сен үшін не болуы? Бірдей болуы. Сол үшін ғалымдар айтады, мен дүниеге қызықпаймын деген адамның сөзіне сенбеңдер дейді. Себеп, бұның барлығы жүректің ісі дейді. Адамға не қылмайды? Көрінбейді. Көрінбейді. Мәселен, егер жеке-жеке талқылайтын болсақ, бұл наны білдіреді. Кісінің, мұсылман кісінің күнделікті тіршілігіне, тауып жүргеніне қанағат етіп, өзгеге қызықпауы. Алланың берген рыздығына тәуба деп, шүкір етіп, сонымен не қылуы? Шектелуі. Мәселен, біздің қашан өлетімізді кім біледі? Алла біледі. Жинаған дүниенің бәрін өзін жеп кетесің деген нәрсе бар ма? Кім жеп кетті? Өзінің жинаған кім соңына дейін жеп кетті? Ешкім жоқ ондай. Кім өзінің құрған салтанатын соңына дейін қызығын көріп кетті? Кім өзінің салған үйінде соңына дейін тұрып кетті? Кім? Шыңғысхан ба? Ақсақ Темір ма? Кім? Ешкім. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына не деген?
өзі де айтқан, сен дүниеде не бол? Ғарып кісі секілді бол деген. Басқа бір риуаятта сен дүниеде менің және дүниенің мысалы деген басқа бір хадисінде. Менің және дүниенің мысалы жолда кетіп бара жатып, бір ағаштың көлекесіне тынығып, арғай сапарын жалғастырған секілді деген. Себебі біз мына дүниеде қалып қоймаймыз. Ешкім өзінің жинағанын жеп кеткен жоқ. Сол үшін кісі мұңаймау керек. Таңертең оянған кезде 12 мүшеңіз сау болса, бала шағаңыз аман болса, ағайын туыстан ешқандай жаман хабар келмесе, сізден бақытты адам жоқ дүниеде. Қалғаны біреу басқа бір нәрсе сатып алыпты, біреу басқа бір көлікті мініпті, біреудің қызметі жоғарылапты, барлығы уақытша өтетін дүние. Барлығы. Сол үшін Аллаға деген сеніміңіз, үйдегі дүниеден Аллаға деген сеніміңіз артық болу керек. Бұл бір. Мәселен, сол үшін біздің бабаларымыз керемет сөздер айтқан. Бай бір жұттық, батыр бір оқтық. Алдыңда айдап жүрген мыңдаған жылқыға сенбе, бір күн қырылады да қалады. Батырмын деген сұмдық кеудесін қаққанға да сенбе, оның ажалы. Дәл тиген бірақ оқ. Кісі арқасын сүйесе, кісі сыйынса тек құдіреті күшті Аллаға ғана сыйыну керек. Себебі ол мәңгі өлмейді. Оның қолынан барлығы келеді. Демек, бұл біздің дүниеге қызықпау деген сол. Сізге ешкім үй салма деп атқан жоқ, бұдан бұндай мағына шықпасын. Мына отырып, дүниені жамандап отыр, дүние жинамаңдар, жұмыс істемей қойыңдар деген бір нәрсені айтып отыр деген мағына емес бұл. Бұл мағына дүние сенің жүрегіңді, санаңды билеп кетпеу керек. Бар болған соны айтып отыр. Дүние керек ағайын туысқа жәрдем беру үшін. Дүние керек жайыңда жүрген бауырлардың көңілін табу үшін. Солай. Дүние керек сауап жинау үшін. Сол үшін кейбір ғалымдарымыз айтқан, мен дүниені жамандайтындарға таң қалам. Несіне жамандайды оны? Мен осы дүниедегі тіршілігім арқылы ақыретіме азық жинамаймын ба? Неге жамандайсыңдар сонша? Бұл дүниенің ақиқатын түсінген адамдар. Бұл дүниеде жай әшейін бір жолаушы екендігін білетіндер. Бұл жердің белгілі бір дәрежеде сауап жинап, қор жинап, арғы бетке жүретін бір бекет екендігін білетіндер бұлар. Демек, дүниеге қызықпау деген сөздің мәнісі осы. Біздің бабаларымызда әртүрлі жұмыстар, әртүрлі сөздер бар. Абай не дейді? Ешектің артын жусаң да ақша тап. Дінде айтады еңбектен, кісіге тек еңбектенген нәрсесі ғана бұйырады. Бірақ бұл екеуінің арасындағы байланыс сол жинаған дүниең сені билеп кетпеу керек. Сенің сенерің, табынарың, сол қызметің, байлығың, көкең солар болып кетпеу керек. Бұлардың барлығы жай өткінші жалған нәрселер. Сондықтан Аллаға деген сеніміміз қолымыздағы нәрседен не болу керек? Артық болу керек. Ғалымдарымыздың меңзегені осы. Екіншісі, басыңа қайғы келсе де, қуаныш келсе де, сен үшін бірдей болу. Мәселен, сіз байсыз, сізге көмекшіңіз хабарласты, басеке біттік, құрыдық, банкрот деген уақытта, деп, дұрыс болған екен деп айта алуыңыз. Түсіндіңіз ба? Айта аласыз ба? Немесе сізге біреу хабарласып, балаңыз дүниеден өтті десе әкеңіз. Сіз үшін ешқандай не болмауы? Әсер етпеуі? Қазір айтам, не үшін әсер етпеуі?
Кішкентай кезде балаңыз шетінеп кетсе, сол балаңыздың шетінегендігіне қуана білу, бұл ауыр. Негізінде ауыр сөз. Қалай адам өзінің баласын шетінегенде бала әке қуанады? Кәт түсіндірем. Себеп, балаң ерте дүниеден өтсе, саған шапағатшы болады. Ар жағындағы сауабын ойлау. Әкең дүниеден өтсе, мерзімі толғаннан кейін өтті, ажалы біткеннен кейін. Несі бітті? Мына дүниедегі тіршілігі бітті. Қазақша айтқанда дәм тұзы таусылды, ырыздығы бітті. Әке шешеңді тірі алып қалатындай сенде құдірет бар ма? Жоқ. Онда неге бет аузыңды жыртып, айқайлап, Құдай саған не жаздым деп айқайлаудың не керегі бар? Сенің қолыңдағы іс емес, сенің шамаң жететін іс емес. Алла тағала оны қалаған кезде дүниеге әкелді, қалаған уақытта оны не істейді? Алып кетеді. Сол үшін Абай айтады, қазақ Құдайдан бала тілейді дейді. Құран оқысын, артында қалған мал мүлкіне ие болсын, кейін Құран оқып тұрсын деп тілейді дейді. Құдайдан бала сұрағаның дейді, кішкентай кезінде өлсін деп қазаққа пайдасы тиетін бала сол деп келтіреді. Себебі ол Абай біліп отыр, ол не болады? Білген, түсінген кісіге шапағатшы болады. Қиямет болған кезде жәннаттың аузында шырылдап кірмейді екен, мен әкем шешемді кіргіз деп. Сен өсіріп отқан балашаға сондай мүмкіндік бере ме саған? Ауыр әңгіме, бірақ соның сауабын молырақ деп соған сабыр ете білу. Оңай нәрсе емес. Егер Алла тағала сенен дүниені алып қойса, менің жақсылығымды ойлап, Алла алып қойды деп ойлау ауыр нәрсе. Сол үшін біреулер ұмтылады. Абыройлы болғысы келеді, белді кісі болғысы келеді, беделді кісі болғысы келеді, дүниесі мол болғысы келеді. Келе ме ондай нәрсен бе? Бар ма онда ой? Бар ғой. Сіздер кәдімгі не сияқтыстыр, бар ғой. Бай болғыңыз келеді. Дұрыс па? Пландар күшті, жоспарлар. Байып кетсем осыда медресе салам, байып кетсем мешіт салам, байып кетсем мектеп салам, байып кетсем жол салам деген бар ма планда? Бар ғой, бар. Соның арасын тауып жүріп, мына жаққа беретін едім, сен маған берші осын, мен осын жұмсайын. Жартысын жұмсайын, 50-ге 50 жұмыс істейді. Сен 50-ін берсең, 50-ін мен Алла берейін. Бар ондай. Бар. Бірақ Алла бар ғой, құлын жақсы көрсе, ондай істерге құлын араластырмайды, бермейді. Сіз сұрайсыз, бермейді. Соны ойлайсыз, неге бермейді? Себебі сіздің миыңыздың ойлау шеңбері тар. Себебі сіз сұрағанда берілу керек сізге. Себебі сіз білмейсіз, берген күнде сіз бұзылатындығыңызды білмейсіз. Берген күнде сіз есіріп кететініңізді тағы білмейсіз. Алла біледі. Сондықтан Алла бермейді. Сол үшін Али радиаллаху анху айтатын маған, мен Алладан дұға тілеймін, сұрап. Тілегімді берсе, бір мәрте қуанам. Себебі ол менің таңдауым. Алла сұрағамды бермесе, 10 есе артық қуанам. Себебі ол Алланың таңдауы, менікі емес. Себебі ол білет мен үшін ненің қайырлы, ненің қайырсыз екендігі. Мәселен, сіздің үйде ойнап жүрген кішкентай балаңыз телефонға отыра бергісі келеді, дұрыс па? Сіз не істейсіз оны? Ала қаласыз, бермейсіз. Жай мысал ретінде айтып отыр. Бұның болашағы болсын, тіршілігі болсын деп. Ол бір керемет бір нәрсесінен айырылып қалғандай болып, жылап, талған болады. Бірақ сіз оның жақсылығын ойлап істеп жатсыз солай. Алла да солай. Өзінің сүйген құлын ондай істерге араластырмайды.
Сол үшін біздің үлкен ғалымдардың ешбірі байлыққа былғанбаған, мансап секілді қызметтерге былғанбаған, өздері не ұстаған? Таза ұстаған. Онда ешбір басшылыққа да ешнәрсеге қызықпаған. Сахабалар бастық боласың ба, қашатын болған, болмаймын деп. Қараңыз, басшы болуға қызығу бар ғой, бұл да осы дүниеге қызығудың ішіне кіреді. Бастық болудағы мақсатыңыз не? Бірінші адам маған бағынсын, мен солардың үстіне не қылайын? Қарап жүрейін, жанында хатшы болсын, екі охрана болсын, шофер болсын, жақсы көлік болсын деген ой бар ма? Мұнда бар, о жақта бар іште. Бар. Сол ойға жеткізбейді сені Алла. Бермейді. Себеп сенің бұзылатындығыңды біледі, есіріп кететіндігіңді біледі. Алланың саған деген мейірімі, рахымы саған оған не қылмайды? Жеткізбейді. Үшінші мәселе, зұхд дүниеге қызықпауда, жаңа ғалым айтқандай, Юнус ибн Масир айтқандай, біріншісін талқыладық, ол өзіңе деген, өзіңнің қолыңдағыдан гөрі Алланың рыздығына сенімің артық болуы. Екіншісі, басыңа түскен қайғының да, қасіреттің де, қуаныштың да, бақыттың да бірдей екендігі. Үшіншісі, сені мақтап тұрғанда, даттап тұрғанда сен үшін бірдей болу. Бұл да өте қиын нәрсе. Сізді біреу мақтап тұрса не қыласыз? Алданасыз ба мақтауға? Алданасыз, ол мақтауға алданбайтын адам болмайды. Кішкентай бала да соған риза болады. Мақтаңыз, жүрісі өзгеріп кетеді. 2 жасар, 3 жасар баланы мақтаңыз, ой, мақтан екенсің сен деп. Оның өзі түсінеді мақтаудың не екендігін. Жүре алмай қалады еркелеп. Сіз де білесіз, мақтаған адам сізге жағын тұрады. Сізге еш нәрсе бермесе де, сізді мақтаған адам сізге ұнап тұрады. Даттаған адам сізге ешқашан жақсы адам болып көрінбейді. Көріне ме? Көрмейді. Біз өте қиын халықпыз. Мәселен, мен бір көлік сатып алсам, сол сатып алған көлігіме біреу кеп мақтамаса, дұрыс алыпсыз, күштегі алыпсыз деп, құтты болсын деп айтпаса, соған ренжиміз. Ренжиміз бе? Сүйінші сұрап тұрған жоқ, менің болса құтты болсын деп айтуға болады ғой деп мазан кетеді. Мен онда ешнәрсе сұрап тұрған жоқпын ғой деп. Немесе былай, үйге жүр, шай іш деп айтса болады ғой, анау жақтан келіп тұрмыз ғой деп. Ренжиміз бе? Ренжиміз. Біз оның үйіндегі жағдайын, күйін білмейміз ғой. Не болып жатқандығы. Бірақ өзімізден өзіміз біреуге ренжіп, мазамыз кетіп, сол миды жеп, анау неге өйтті деп басын қатып жүреді. Солай ма? Солай. Сіз айта аласыз ба? Маған бірдей екеуі де деп. Мақтаған адам да бірдей, даттаған адам да бірдей деп айта аласыз ба? Айта алсаңыз, онда сіз Құдайдың сүйген әулие құлысыз. Мәселен, сізге біреу ақмақсың деп айтса, нең кетеді? Ренжисің, Сен ақмақ емессің ғой, неге ренжисің? Бір, екіншіден, ол ақмақсың деп айтқан кезде сізге, сіз сол жерде ақмақ болуға айналып кеткен жоқсыз ба ақмаққа? Айналып кеттіңіз ба? Сіз өзіңіздің кім екенін білесіз ба? Өзіңіздің кім екенін білсеңіз, онда неге шамданасыз? Кім екендігін білсеңіз, өзіңіздің бағаңызды білсеңіз, неге шамданасыз? Мәселен, сізге біреу, сіз үлкен ғалым екенсіз, ақылды екенсіз десе, не істейсің? Өзің білесің ғой ішінде кім екеніңді. Ақылды емес екенін білесің ғой? Солай ма? Егер білімді болсаң білесің, сенен үлкен зорлар бар екендігін білесің.
сенен өткен сұмдықтардың өткенін білесің. Егер одан хабарың болса, сенің көңіліңе жел біте ма? Я, мен сондаймын деген? Жоқ. Егер осы екеуі сенің бойыңда тең болса, сен дүниеге қызықпайтын адамсың. Себебі саған біреу ақмақсың деп айтқан кезде, сенде дүниеде өзіңнің абыройынан айырылып қалам ба деген қорқыныш бар мұнда. Саған біреу ақмақсың деп айтса, жұрт мен ақмақ деп қалады деген. Жүректің түкпірінде бір әңгіме бар. Аристотель Александр Македонскийдің ұстазы болған. Александр Македонскийді біздің ел мүйізді ескендір дейді. Мүйізді ескендір дейді. Себебі дулыға киіп жүретін болған сондай. Сол ескендір дейді, дүниенің жартысын жаулап ұстаздың алдына келіпті. Ұстаз, іздеп келген ұстаз жоқ. Қайда десе, жағалауда жатыр, күнге қыздырынып деп айтып. Сол жағалауға іздеп келген. Атынан түсіп, айтты, ұстаз, мен дүниенің жартысына жаулап алдым. Жартысын. Қандай тілегіңіз бар, мен орындауға дайынмын деген. Аристотель күнге қыздырынып, дәл алдына келіп тұрған анау. Күнді жаппашы, былай тұршы. Күнді жаппа. Менің тілегім сол деген. Түсіндіңіз ба? Сізге біреу келіп айтса, дүниенің жартысын билеп тұрған адам не керек десең дейсіз? Қазір бұны талқылайтын боламыз ары қарай. Дүниеге қатысты адамдардың әртүрлі болатындығын. Бұны мысал ретінде айтып отырмын. Мысал ретінде айтып отырмын. Дедік, бұлардың барлығы жүректің ісі. Сол үшін біреу мен дүниеге қызықпаймын деп айтса, ол сөзге сенбеңіз деп айтқан ғалымдардың ақиқаты осыда жатыр. Себебі бұлардың бәрі жүректе болатын істер. Сырт көзге көрінбейді. Қайда бұның бәрі? Іште, тек бір Алла біледі. Сондықтан мен тақуамын, дүниеге қызықпайтын адам деген кісінің сөзіне алданудың қажеті жоқ. Келдік, ғалымдарымыз айтады. Дүниеге қатысты адамдар үлкен екі топқа бөлінеді. Біріншісі, мына өмірден кейін тағы да бір өмір бар деп сенетіндер. Өлгеннен кейін тағы да өмір бар деп сенетіндер. Екіншісі, өлгеннен кейін еш нәрсе жоқ деп сенетіндер. Екеу. Біріншісі, өлгеннен кейін ары қарай ғұмыр кешеміз дейтіндер бар. Екіншісі, бітті, осы өмір ғана, ары қарай не қылмаймыз? Ары қарай өмір сүрмейміз дейтіндер бар. Мына бірінші топ бар ғой. Өлгеннен кейін біз ары қарай өмір сүрмейміз деп ойлайтындар. Бұлар дүниедегі қандай күнә бар, дүниедегі қандай озбырлық, жамандық, айуандық бар, соның барлығын істейді. Бұл адамнан көп нәрсені күтуге болады. Себебі бұл адамның несі жоқ, ұстап тұратын иманы жоқ бұның. Ертең бұл үшін Құдайдың алдына жауап беремін. Бұл қиянат қой, бұл зұлымдық қой. Әрбір істің ертең сұрауы болады деп ойламайтын адамдар. Бірақ ғалымдар айтады, тіпті өлімнен кейін өмір бар деп сенбейтіндердің ішінде де дүниеге қызықпайтындар бар. Себебі олар дүниенің жамандығын көрген, зарарын көргендер. Сол үшін мәселен, ана Индияда жүрген кімдер? Йога жасайтындар. Дүниеге қызыға ма? Йоқтар? Жоқ. Тибетте жүрген монахтар қызыға ма дүниеге? Олар да қызықпайды. Олар да білет дүниенің не емес екендігін, араласқан кісіні бүлдіретінін білет. Олар да оның жақсы емес екенін білет. Екінші топ адамдарға келдік. Бұлар пайғамбарлардың соңынан ерген үмметтер. Бізден бұрынғылар барлығы. Бұлар өлімнен кейін өмір бар деп сенетіндер, бұлар өзінің ішінде үшке бөлінеді. Біріншісіне өзіне зұлымдық жасағандар, екіншісі орта жолды ұстанғандар, үшіншісі жақсылықта жарысқандар. Үшеу. Өзіне зұлымдық жасағандар мыналар. Бұлар
Аллаға деген имандары бар, жалпы Алла бар, пайғамбар хақ. Ертең Алланың алдына барамыз, жәннат тозақ деген нәрсе бар деген жалпы бір несі бар, жалпы бір түсінігі бар. Бірақ бұның бір проблемасы бар. Бұл дүние дегенде ешкімді танымай кетеді. Бұл дүние дегенде біреумен дүние үшін жауласады, біреумен дүние үшін дос болады, біреуді дүние үшін зұлымдық жасайды біреуге, біреуді дүние үшін өлтіреді. Бұл мұсылман адам. Бірақ проблемасы неде? Проблемасы дүние жинағанда дүниенің адал, арам оған қарамайды. Бұл өзінің басын қатерге тіккен адам, бір. Өзінің басын қатерге тігіп жүрген адам. Себебі Алланың кез келген кімде-кім жақсылық жасаса, оның несін көреді? Жақсылығын көреді. Кімде-кім жамандық істі жасаса, оның жазасын да міндетті түрде көреді. Алланың ақиқаты солай, Құранда айтқан. Бұл адам оның ешбір де мән бермейді. Мәселен, біреу жұмысқа лайықты болса да, оны алмайды, басқа біреуді алады. Біреу мына жерге іс жасағысы келсе, жоқ, бұны сырып тастап, басқа біреуді жасатады. Не үшін? Оған пара бергендік үшін. Бұның несі көп? Айта берсең қазір. Мысалы көп. Қысқаша айтқанда, дүниені жинағанда адал, арам деп айырмайтындар. Бұлар ең қауіпті аймақта тұрғандар. Себебі Алла тағала оғанда ерік береді. Неге дейсіз бе? Себебі жәннатқа кіргенде жәннатқа лайықты болу үшін де нелер керек? Қасиеттер керек. Тозаққа кіру үшін де тозаққа лайықты қасиеттер керек. Алла залым емес. Алла біреуді апарып, жазықсыздан жазықсыз барып, оны тозаққа тықпайды, болмайды олай. Алла міндетті түрде оған мүмкіндік береді күнә жасау. Мәселен, тозақтың ең төменгі қабатында болу үшін мұнафық болу керек. Алла мұнафық болмаған біреуді тозақтың түбіне тықпайды, болмайды олай. Өзінің жасаған амал іс қасиетіне қарай оны өзінің лайықты орнына береді. Жәннатта да солайсың. Жәннатта дәрежең көтерілсін десең, өзінің нелер бар? Өзінің лайықты істер бар. Сол істерді сен жүзеге асырсаң, сенің дәрежең көтеріле бермейді. Екіншісі, орташа жолда жүргендер. Бұлар дүниені адалынан жинайтындар. Дүниені адалынан жинап, неге жақсы үйге тұрмасқа? Неге сауда-саттық жасап, жақсы көлік мінбеске? Неге адалмен тапқанда жақсы үстіме киіп жүрмеске дейтіндер? Бар ма бұндайлар? Бар. Бұл кәдімгі адалынан, шариғатқа сай адалынан мал тауып, соны Алланың жолында зекетін, садақасын беріп жүргендер. Бұл орташа жолда жүргендер. Үшінші топтағылар бар. Үшінші топтағылар, бұлар жақсылықта жарысқандар. Жақсылық жасауда, сауапты іс жасауда жарысқандар. Бұлар да өзінің ішінде екі топқа бөлінеді, ғалымдарымыздың айтуы бойынша. Біріншісі қолына түскен дереу беретіндер, екіншісі қолына түскен жинап барып беретіндер. Екеуінде мысал бар. Мысалы, Абу Хурайралар, Абу Зар секілді сахабалар, радиаллаху анху, пайғамбардың өсиеті бойынша олар бүгінгі тауып келгенін бүгін беретін болған. Ұстамайтын болған. Екіншілер жинап барып беретін болған. Бұларға Осман радиаллаху анху талқалар жатады. Бұлар қаражат жинап керекті уақытта беретін болған. Бұл жақсылықта жарысқандар. Енді осы жинап барып беретіндер бар ғой, олар тағы да өзінің ішінде екі түрлі. Өзінің ішінде тағы да екі түрлі. Біреуі еш қиналмай беретіндер. Еш қиналмайды. Сұрап береді, мә деп алады. Екіншісі топ бар, өзінің ішіндегі жан дүниесімен алысып, арпалысып беретіндер бар. Қимай береді. Қалай бересің?
өзің әрең тапқан нәрсені біреу келіп сұрап тұрса, қиын ғой, қиын. Түсінген адамға өте қиын. Енді осы екеудің қайсысы артық дегенде ғалымдар не деген? Кейбіреулер біріншісі артық деген. Себебі ол жомарттық, Алланың разылығы үшін беру, оның мінезіне сіңіп кеткен қасиетіне. Сондықтан ол бергенде не қылмайды? Қиналмайды. Екінші топ артық деп айтқан ғалымдар бар. Себебі ол өзінің біріншіден сүйген нәрсесін айырылып жатыр. Екіншісі өз нәпсісімен күресіп жүр. Осы артық деген. Ол екі артық сауап болады деген. Нәпсін басып береді. Бұл да оңай дүние емес түсінген адамға. Бұл біздің дүниеге қатысты ғалымдар айтқан үш түрлі адам болады. Енді хадистің келесі бөлімін айтайын, сонымен тұрамыз. Хадистің келесі бөлімінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді, адамдардың қолындағы еш қызықпа Алланың нәрсені жақсы көреді. Адамдар сізбен бірге қашан дұшпан болады, білесіз ба? Сіз оның қалтасындағы қаражатқа түскенде дұшпан болады сізбен. Сіз онымен билік бөліскенде сізбен дұшпан болады. Былай ешкімге не емес. Әркім өзінің бетімен жүрсе, өз ісімен жүрсе, ешкімге дұшпан болмайды. Сіз бен екеуміздің арамыздың не бұзады? Дүние бұзады. Мынандай бір мысал айтылады. Арыстан, қасқыр, түлкі үшеуі аңға шыққан екен. Сонымен бір киік, бөген, бір қырғауыл, бір қоян алыпты дейді, үшеуі. Содан арыстан айтып дейді, қасқыр, сен тәжірибесі бар үлкен аңсың ғой, кәні бөліске сал дейді. Содан қасқыр айтқан екен, оның несі бар бөлісетін? Сіз киікті жейсіз, мен қырғауылды жеймін, мынау қоян жей берсін дейді. Содан арыстан алдында отырған қасқырды ұрған екен дейді, құлақ шекеден, көзін ағызып жіберген. Содан түлкіге қарап айтты, тән түлкі бөлші деп. Содан түлкі айтты, түскі асқа киікті жеңіз, түстен кейін қырғауылды жеңіз, кешке жатарға жеңіл болсын, тауық қоянды жеңіз деді. Сонда арыстан айтқан екен еді, түлкі саған қашаннан бері ақыл кірді деп. Сонда түлкі айтқан екен дейді, қасқырдың көзі аққаннан бері кірді ақыл маған деп. Бұны біздің ауылдың шалдар айтатын, жігіттер, абай болыңдар, жүрген жігіттердің арасын дүние ашады деп. Сол мысалды айтатын бізге кішкентай бала көзімізде. Жігіттердің арасын, бауырлардың арасын бұзатын нәрсе дүние. Сен қашан артығын алам деп көрпеңді өзіңе қарай татқаннан сен анау ата дұшпан болып шығады. Парсының патшасы болған Кисра. Бұл Кисра Парсыны билегендерді Кисра деп айтады. Бұл Кисра бір әкім тағайындапты бір аймаққа. Сол әкім бір шаруаның жерін тартып алыпты болады. Еші жоқ тартып алған. Содан кейін шаруа, дихан бейшара патшаны іздеп келген. Патшаның құзырына кіріп айтты. Ана әкімнің үстінен айтар шағымым бар. Әкемнің 20 жыл, менің 20 жыл пайдаланып жатқан жеріміз тартып алды. Анаған айт қайтып берсін деген жеріміз. Сол патша түлкі бұлғаққа салған. Сен 20 жыл пайдаланыпсың, әкең 20 жыл пайдаланыпты. Менің әкімім 1 жыл пайдаланса не болады еді? Өлдіңдер ме? 40 жыл қызығын көріпсіңдер ғой. Бізде көрейік 1 жыл қызығын. Деп бергісі келмеген. Сонда шаруа былай деп айтқан екен дейді. Оның інісі бар екен, өзінің бауыр таққа таласып жүрген. Бахрам деген. Айтты, онда сіз Бахрамға берсеңізші билікті 1 жылға деп. 10 жылдан бері 33 жерде. 1 жыл беріңіз, бөлісіңіз деп. Патша орнынан тұрып кеткен екен дейді. Сен қалай сөйлейсің деп. Уәзірін шақыртып айтқан екен, ана дереу жерін
қайтарыңдар деген. Сый сияпатымен шығарып салыңдар деген. Сондықтан ұмытпаңыздар, адамдардың арасындағы дұшпандық дүниеден туады. Дүниені дұрыс бөліспеуден тұрады. Сіз қашан олардың қолындағы қызыға басасаңыз, сізбен арасы ашыла береді, бұзыла береді. Ал сіз адамдардан еш нәрсе сұрамасаңыз, адамдардың билігіне, ақшасына еш қызықпай әрекет жасап жүрсеңіз, сізден жақсы адам болмайды. Мәселен, сіз көптен араласып жүрген адамнан ақша сұрасаңыз, бір сұраңыз. Екінші рет бұрап сұраған еді, сен не сұрай бересің бе? Қадірің кетеді. Жақсы араласып жүрген адамыңнан қызмет сұрасаң да қадірің кетеді. Себебі сен ол бергісі келсе саған былай да береді. Сен неге сұрап жүрсің? Егер саған көңілі толса, сен осыны жасай ғой деп саған береді. Бәрі сөйтіп ойлайды ғой. Бәрі солай ойлайды. Сондықтан ағайынның арасы бұзылмасын десеңіз, бауырлардың арасы бұзылмасын десеңіз, дүниеге қатты көңіл бөлмеңіз. Ағайынның арасын жақсы ұстау үшін, бауырлардың арасын жақсы ұстау үшін тіршілік жүрсін десеңіз, дүниенің бетіне қарамаңыз. Себебі бүгін бар, ертең жоқ нәрсе. Бірақ соның арқасында сіздің, менің, оның кім екендігі байқалып қалады шынында. Шынында қандай адам екендігі маскасы шешіледі біздің тілмен айтқан кезде. Сен әшейін аға екенсің деп қолың бір сілтеп кетесің де қаласың. Сондықтан құрметті ағайын, Алла тағала баршамызға дүниеде де, ақыретте де Алла тағаланың рахымында, жәннатында болуды нәсіп етсін.